Қайырлы күн баршаңызға. 15 минутта дайын болатын сүтсіз пісетін жұп-жұмсақ әрі дәмді бір жасағаннан шығатын домашний печеньенің рецебімен бөлісемін. Достар, алдағы уақытта каналға шығатын көптеген рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпа. Ең алдымен таза ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, оның үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Қант әбден ерігеннен кейін оның үстіне сұйық май қосамыз. 400 грамм оның үстіне 1 шай қасық разрыхлитель қосып, оны араластырамыз. Осы қоспаны сұйық массаның үстіне салып, бір келке болғанша араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жұп-жұмсақ қамыр болып шығады, оны 5 минутқа қалдырамыз. Дайын қамырларды осылайша дөңгелектеп, печеньенің формасына келтіреміз. Печеньенің бетіне узорларды осылайша стаканның немесе кез келген форманың көмегімен салуға болады. Дайын печеньелердің бетіне қантты салып, осылайша барлығын дайындап аламыз. Менде барлығы 25 штук печенье шықты. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минуттай печеньелерді пісіріп аламыз. Дәл осындай жұп-жұмсақ әрі дәмді печеньелеріміз дайын. Достар, дүкеннің қымбат печеньесін алғанша дәл осылай өз қолыңызбен жасасаңыз, дәмді әрі өте көп және арзанға шығады. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпа.